дәрігер, дерматолог, косметолог. Ошибка ол кешірілмейді. Bir қарасаң, парикмахер болып жүріп, бір қарасаң, инемен жұмыс істеп, жаңағы салып жатады. Жасарғымыз келеді, қартайғымыз келмейді. Әлеуметтік желіде бәрі әдемі түрлерін салып қойғаннан кейін қыздар қызығады. Қорқынышты жағдайлар өте көп. Көзі көрмей қалған жағдайлар. Ал аллергия берді, не істеу керек? Сенбесеңіз, неге келесіз? Блефраж жасап, көзі жұмылмайды. Тым арзан қойып қойса, ол міндетті түрде 100% ол жерде бірдеңе бар. Арзан косметолог жоқ дейсіз ғой. Косметологияны кейбіреулер бизнесқа айналдырып тастаған. Әр адам өзі әртүрлі қартаяды. Ақша жасап қалайын деп қараса, результат тоже болмайды. Бұл ауру емес. Синдром ухоженной алкоголички. Все есть яд, все есть лекарство. Бәрі дозаға байланысты. Мен за натуральность. Бет құлақ қалады. Көбінесе дұрыс ұйықтамайтын адамдар сосын салмақты тастау қиын. Жаңа беттеріне ботокс қойып жатады. Мысалы 20-18 жастағылар. Bir қарағанға бәрі бір-біріне ұқсайтын сияқты. Барлық адам сосын фильтрмен өзін түсіреді. Пациенттеріме айтам, әдемі болу ол еңбек. 200 теңгенің 250 теңге маскаларын көремін. Дүкендерде тұрады ғой, азық-түлік алатын. Оны қолданған жақсы ма, әлде мүлдем қолданбай ақ қойсаң бола ма? Тегін зат ол тек қана тышқанның ініндегі сырды алуға қойып қояды деп, иә? Сіз үшін сұлу адам кім сонда? Тән сұлулығы мен жан сұлулығы үйлесімді болу керек. Ең арзан сізді әдемі қылатын ол сіздің күлкіңіз. Қандай тағы препараттар арқылы арықтауға болады? Ожирение 3 степени или 4 степени болып, липолиттик жасап, арып кетпейсіз, ол 100%. 5 көйлек сатып алғанша, сенің әдемі, ухоженный, күтімді терің болсын. Құдағимен кеше тәтті шай болды, көрсем менен жасты, бірақ өте жас көрінеді. Мен ұялып кеттім. Маған срочно бірдеңе жасау керек. Алтындар, картер, мартер. Бірақ ана бетте әжімдер, дақтар, қатпарлар, тоз, оған мән бермейді. Астанада косметолог жоқтай? Не істесең, соны істе. Амансыз ба көрермен, сіздердің назарларыңызда менің кезекті сұхбатым. Бүгін менде қонақта дәрігер, дерматолог, косметолог Тамара Ордабек қызы. Тамара ханым, қош келдіңіз. Рахмет, қош келдіңіз. Алматыдан, Астанада косметолог жоқтай. Алматыдан косметологты неге шақырасыз деп менің 15 жылдай барып жүрген косметологым назын айтып жатыр да. Сондықтан енді сізді шақырып отырмын. Бұл кездейсоқ емес, осы уақытқа дейін біз бірнеше рет сұхбаттар өткізгенбіз әлеуметтік желіде. Сізді танығаннан кейін, сізді бағалағаннан кейін осы сұхбатқа шақырып отырмын. Себебі қазір псевдо косметологтар көбейіп кетті. Қорқынышты. Өкінішке орай. Сіз байқайсыз ба? Иә, әрине. Осы салада жүргендіктен өкінішке орай өте көп. Көбейіп жатыр десем болады. Бір курстарды өтіп алып, мен косметологпын дейді, я болмаса біреудің жұмысын копировать етіп алады да, салып қойып өзіне парақшасына адам жинайды, адам шақырады. Иә. Енді қалай айтсам екен, қазір мынау өмірдің талғамына қарай екен, барлық адам әдемі болғысы келеді, содан кейін де шығар. Спрос дейміз ғой. Спрос бар болғаннан кейін көбейіп жатыр деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден, енді олар болмаста мүмкін еді, егерде біздің сол маманның көмегіне жүгінушілер кішкене қарап, байқап, өздерінің денсаулықтарын маңызды екен бірінші орынға қойса, ойлаймын, бұншалықты көбеймес еді мүмкін. Енді әрине білмейміз, әдемі болғымыз келеді, жасарғымыз келеді, қартайғымыз келмейді деген сияқты. Содан кейін анау әлеуметтік желіде бәрі әдемі түрлерін салып қойғаннан кейін қыздар қызығады, келіншектер қызығады. Сондықтан псевдо мамандарды, псевдо косметологтарды қалай ажыратуға болады? Мысалы, бардың делік, оның парақшасынан әдемі жұмыстарын көрдің. Содан кейін барғаннан кейін нені сұрау керек, қандай құжат сұрау керек, қалай ажырату керек? Ең бірінші, міндетті түрде, егерде ол нағыз дәрігер маман болса, оның сол дәрігер екенін куәлайтын жаңағы дипломдар болады. Ол жаңағы жай 2-3 күндік сертификаттар емес, ол кәдімгі медициналық университет берген диплом.
жоғары Қанша жыл білімі бар оқиды деген. косметологтар? Олар косметологтар кәдімгі кез келген терапевт, кардиолог сияқты, олар да негізгі 7 жылды бітіреді. Қазір енді біз бітіргеннен кейін, мен 2010-да бітірсем, мен қазіргілер кішкене басқаша, олар 9 жыл оқып, сосын жаңағы резидентураны оқиды. Вот. Негізі сонда астындағы база оқылады, бір диплом беріледі, сосын үстінен тағы да резидентураны оқиды. Содан кейін ғана ол жаңағы жоғарғы маман, дәрігер, ары қарай ол узко уже таңдайды. Біреу невропатолог болғысы келеді, біреу дерматолог, косметолог болғысы келеді, біреу нефролог болғысы келеді деген сияқты өзіне тармағын алып кетеді. Сонда үлкен лечебный жаңағы факультеттің бір тармағы бұл. Ол тек қана жаңағы... Бұл бір тармақты тек қана 1-2 жыл оқып болмайды, е? Болмайды. Енді біз жаңағы базаны оқығаннан кейін тармақты 2 жыл оқуға болады. Қазір резидентура бар. Ал енді менің кезімде, мысалы үшін мен кардиологияда 5 жыл жұмыс жасадым, ол біз переподготовка өттік. Переподготовка деген, сен осы мамандықтың егжей-тегжейін белгілі бір уақытта сені оқытып, сосын саған кәдімгі госстандартқа, жүйеге сәйкес келетін саған сертификат береді. Ол сертификатты жаңағы сон арқылы кәдімгідей эгофпен тіркеп саған практически жұмыс жасауға допуск береді. Ол кәдімгі, ол документ. Оны жай адамдар бере алмайды. Косметолог болу үшін жалпы қанша жыл кетеді оқуға? Кәдімгі басқа узкий специалисттер сияқты бірінші университетті бітіру керек. Дәрігер деген негізгі мамандықты алу керек. Одан кейін барып, жаңағы сен нефролог боласың ба, жаңағы айтып жатыр. Ол қосымша 2 жыл, е? Ол жаңағы қазіргі жағдайда солай. 2 жыл резидентура оқып барып қана сен дерматолог, косметолог боласың. Яғни 7, я болмаса 9 жыл оқиды сонда, е? 7 плюс 2 жыл, міндетті түрде. Резидентура міндетті түрде. Қазір солай. Ал біздің кезімізде 7 жылды оқып, одан кейін переподготовканы өтіп, жаңағы болуға болады. Енді сіздің жұмыс өтіліңіз қанша жыл тәжірибеңіз? Менде егерде толық былай жүйелеп бәрін алатын болсақ, 12 жыл. Соның 5 жыл мен кардиологияда жұмыс істедім. Оның қазір 7 жыл, қазір 8 жыл даже болады. 7 жыл дерматолог, косметолог болып жұмыс жасаймын. Мысалы, жақсы бітіргеннен кейін, мысалы, мен өзім журналистика бойынша айтатын болсам, біз оқыдық, 5 жыл оқыдық. Мен енді 1-2 курстан бастап жұмыс істедім, практикадан өттім. Маған ол таныш жағдай болды, мен үйрендім сол ортада жүріп. Ал бірақ, мысалы, көп студенттер болды, олар практика, жаңағы тәжірибе жүзінде білмейді, микрофонды, мынаны сұхбаттың не екен деген сияқты. Сіздерде де, мысалы, оқып аласың, теория жүзінде бәрін біліп тұрасың, ал практикаға келген кезде қандай процедураларды бірінші жасауға жүрексінеді, я болмаса қорқынышты, я болмаса рұқсат етілмейді деген сияқты. Енді біздің мамандықта, енді медицинада тәжірибенің маңызы өте жоғары. Себебі біздегі жаңағы ошибка ол кешірілмейді. Қателік ол жерде жаңағы Гиппократ айтпақшы, не навреди. Ол міндетті түрде біз ант береміз оған. Сондықтан міндетті түрде тәжірибе болу керек. Ол қандай мамандық болмасын, біздің косметологияда ол тіпті, себебі біз инемен жұмыс жасаймыз. Егер мен жаңағы врачебная, инъекционная косметологияны айтатын болсам, ол жерде инемен. Өкінішке орай, қазіргі кезде инемен жұмыс істеп жүргендерді, енді өкінішке орай, енді мен көріп жүрмін, естіп жүрмін, жаңағы бұрынғы бухгалтерлер, болып жұмыс істеген адамдар, немесе жаңағы массажистер, хейрстилистер, парикмахер дейміз. Солар бір қарасаң парикмахер болып жүріп, бір қарасаң жаңағы инемен жұмыс істеп, жаңағы салып жатады. Сондай кездерде адамдар ойлайды, ол сондай түсінік қалыптасып жатыр қазіргі кезде, білмеймін, ол неге байланысты екенін. Ол бір жеңіл үстіртін қарайды. Ол мүлде қорқынышты нәрсе, негізі. Одан маңыздылығын түсінбегендіктен деп ойлаймын. Себебі инемен жұмыс жасау үшін ол тек қана ол технически қалай жасау ғана емес, ол жерде оның қандай осложнениеға алып келеді. Ол осложненияны сен тану білу керексің.
мысалы үшін элементарно айтатын болсақ, аллергия деген, аллергия ол стоматологияда кездесуі мүмкін, хирургияда да, терапияда да, кез келген инемен, жаңағыдай дәрімен жұмыс жасаған кезде дәрі ағзаға енетін болса, ол жерде аллергиядан ешкім не дейді, сақтандырылмаған. Ол даже аллергиясы жоқ адамда сол моментте аллергия шығуы мүмкін. Так что мен аллергиям жоқ деген ондай не жоқ, ұғым жоқ. Ол да сол моментте пайда болуы мүмкін. Ал аллергия берді, не істеу керек косметолог? Сондай кезде, мысалы үшін, егерде дәрігер маман нағыз жаңағы гистологияны, анатомияны өткен, барлық нелерден, этаптардан өткен, бүкіл жаңағы школаны өткен адам, ол уже ең бірінші түсінік болады. Ең бірінші ода пациентке деген көз қарас басқа. Оның бір клиент, бір ақша табу объектісі ғана емес, оған сен кәдімгідей бір жауапкершілікпен қарайсың. Мен көмектесе аламын ба? Зияным тиіп кетпей ме екен деген сияқты. Сондай кезде, мысалы үшін, аллергия болды дейік. Сонда ол аллергия ма жаңағы басталып келе жатқан, сен оның белгілерінен, симптомдарынан сразу распознавать ету керек қой, жаңағы тани білу керек біз. Ол егер анафилактический шок басталып жатыр, мысалы үшін. Соны басында олар білу керек. Анафилактический шок пен аллергический просто реакцияның элементарно ажырата білу керек. Себебі анафилактический шок болатын болса, енді барлығымыз оны естіп жатқан шығарсыздар, ол кезде 5, максимум 6 минуттың ішінде көмектеспесең, ол көбінесе жаңағы қайғылы жағдайларға кеп соқтырады. Ондайда болып жатыр даже, да? Өскеменде бір жағдай болды, Ресейде көп шулап жатады, естіп жатқан шығарсыздар. Міне, сондықтан ол жерде оның жауапкершілігі өте көп. Тек қана істей салуда емес, мәселе ол жаңағы білімде. Маманның қаншалықты дайын барлық жаңағы келеді жағдайға. Тек қана ол емес, жаңағыдай ишемия болуы мүмкін, некроз ар жағында болуы мүмкін. Мысалы үшін бірінші ишемия болып тұрады, сол кезде дер кезінде соны распознать етіп көмектеспесең, олар қарай некрозға айналады. Некроз ол жаңағы необратимая реакция этого ткани, ол уже орнына қайтып келмейді. Ол уже біртін өлді деген сөз. Ондайлар өте көп кездесіп жатыр, өкінішке орай. Міне осы жақында ғана үлкен халықаралық саммит болған кезде енді өте сондай жағдайларды көрсетіп, енді сондай косметологтардың несі болды ғой, жиыны, конгресс. Енді қорқынышты жағдайлар өте көп, бәрін айтып жатыр. Көзі көрмей қалған жағдайлар. Себебі инъекционная ринопластика қазір, блефаропластиканы оңды солды да. Блефара жасап, бір әйел, мен де осы неден көрдім, жаңалықтардан көрдім, көзі жұмылмайды. Ұйықтаған кезде көзі ашық тұрады екен. Енді ол жаңағы нелер ғой, артық тінді көп алып қояды. Екі жақ екі түрлі болып қалады. Одан қалса жаңағыдай міне көзі жұмылмай қалады деген сол артық тінді алып қойған. Сонда косметолог, мысалы... Оны хирургтар жасау керек. Оны енді даже, мысалы үшін, мен өзім терапевт, инъекционный косметолог, это терапевтическая часть. А мен, мысалы үшін, ешқандай хирургический жаққа бармаймын. Себебі ол өзінің маманы хирургтар жасау керек. Дәл, мысалы үшін, сіздердегі сияқты. Журналист өзінің жұмысын жасайды, оператор өзінің жұмысын жасайды. Біз бір-бірімізге кіріспейміз. Дәл сол сияқты. Сондықтан ойлаймын, оны келушілер, жаңағы, пациенттер, солар оны қарау керек. Негізі қорқыныштысы ол псевдокосметологтардың псевдокосметолог болып жүрген емес, соған келетін адамдардың неге соны өзінің денсаулығына соншалықты немқұрайлы қарауында. Мүмкін бағаға байланысты шығар. Көбі жаңағы ана жақта жеңілдік екен, мына процедура ана жақта, ана косметологта мынадай тұрады, ана жақта мынадай екен деп, бағаға байланысты. Вот жаңа сіз айтқан несін толығын айтпадым, қалай біз танимыз. Енді ең бірінші ол адамды толығымен келмей тұрып, қазір кезде Аллаға шүкір жүйелі жаңағы Инстаграм желісі, тикток бар, жаңағы не дейді, түрлі әлеуметтік парақшалар бар. Әлеуметтік парақшалар өте жақсы дамыған. Солардан ол жерден керемет қылып жазып қояды ғой, әдемі суреттер сап қояды. Енді еш нәрсені білмей барғаннан гөрі ең бірінші парақшасын зерттеу керек, бақылау керек. Сосын Тамара ханым, бір не бар ма, база бар ма ортақ?
косметологтардың мысалы тізімін сен көре аласың, оны аты жөнін енгізсең шығатын. Иә, ондай база ол бар. оқыған, оқымаған екенін білген ажырату ондай үшін. база бар. Мен өзімнің парақшамда жаңағы хайлайтс дейміз ғой, өшпейтін стористарда қойып қойғанмын. Барлық оқыған, кім базада жаңағы ЦОНнан жаңағы документ алып шығады, оның бәрі тіркеліп тұр. Бірақ енді оны жай пациентке одан достық жоқ қой. Ол жаңағы желге қарайды, до послені қойып қояды, жарқыратып, оған соған қарайды да, ол келе береді. Сондықтан ең бірінші қарайтын нәрсе сол өзіне жазылып, оның нағыз врач адам, дәрігер бітірген адам, ол жаңағы өзінің дипломдарын университетте барлығын қойып қояды. Вот. Қойып қоймаса да одан сұраса, ол ешқандай оған намыстанбайды, ол оны көрсетеді. Ол как сен меніңді удостоверениені көрсетші деген сияқты, оған не емес. Ал енді көбінесе долданып, неге оны сұрап жатырсыз, сенбесеңіз неге келесіз деп солай не істесе, сондай жауаптар қайтарып жатса, ол уже күдікті. Ол уже большой уже күдік. Вот, соған қарау керек міндетті түрде. Сосын жаңағы отзывтарына қарау керек. Мейлінше біліп, зерттеп, жаңағы сұрастырып, солай бару керек. Одан кейін бағаға қарау керек шығар, иә? Бағаға қарау керек. Тым арзан қойып қояды. Тым арзан қойып қойса, ол міндетті түрде 100% ол жерде бірдеңе бар. Немесе енді ғана оқып, жаңағы қолын үйретіп жүрген адам, немесе ол жақсы емес препарат болуы мүмкін. Немесе ол жаңағыдай дәрігер емес маман болуы мүмкін. Енді оның себептері өте көп, бірақ жақсы препарат, жақсы маман, жақсы сенімді жаңағыдай тәжірибелі маман, ол өзінің оқыған дипломы бар, қаншама жылы бар, қаншама жетілдіруге барамыз, квалификацияларға барамыз. Бүкіл жаңағы препараттың барлығына қосқанда ол тегін зат шықпайды. Арзан косметолог жоқ дейсіз ғой. Ойлану керек. Қалай айтсам екен, енді оның барлығы салыстырмалы түрде. Мысалы үшін регионға да байланысты. Ауылды жер мен қаланы салыстыруға болмайды. Екеуінде екі түрлі. Үлкен қалалар мен шағын қалалар салыстыруға болмайды дейсіз ғой. Солай. Сосын ол... Сіз қайсына жатасыз? Қымбат косметологқа ма? Қол жетімдік маманға ма? Қол жетімсіз маманға ма? Енді мен оны үйтіп айта алмаймын, себебі әртүрлі бар ғой пациент. Біреуге мысалы үшін 5000 теңге қымбат, біреу үшін ол жаңағы 5000 теңгенің процедурасы жоқ шығар енді? Вообще, мысал айтып жатырмын. Ең арзан процедура қанша тұрады? Енді менің студиямда, менің өзімнің студиямда ең арзан тұратын бізде ол бетті тазалау, чистка лица. Сол прайста ең төменгі баға сол. Одан кейін пилингтар, одан кейін жаңа аппаратный косметолог. Ал ең қымбаты қайсы? Ең қымбаты деген ондай жоқ бізде. Енді ол комплексный ем жасаса, онда уже чек жоғары болады. Комплексный деген ол емді де жасауы мүмкін, ішінде чистканы жасауы мүмкін. Басқа қалалардан, басқа елден келген пациенттер, олар солай жасауға тырысады. Комплексті қайта-қайта келе алмайды, сондықтан сондай кездерде да шығады. Негізі қымбат деген ондай ұғым жоқ қой. Ол әркімнің өзіне мен мынаған шамам жетеді, шамам жетпейді деген ғана мағына. Просто сапалы зат бар, сапасыз зат бар. Вот соны түсіну керек та. Маған да сөйтіп айтатындар кездеседі, мысалы үшін енді... Ой, косметологқа бару қымбат дейді ғой мысалы. Көп пациент келгендіктен ондайларды мен естем. Ой, ол қымбат қой деп. Мен айтам сондай кезде, сізге сондай именно не қымбат? Тек қана бағасында болып тұрма сонда сізде жаңағы причина деймін да. Сосын сұраймын, менде мынандай препарат, атын айтам мысалы үшін, ал сіз қай жермен салыстырып жатырсыз? Ол айтады, мына жерде мезотерапия мысалы үшін осыншай тұрады. Мен айтам, ол қандай препарат? Ол білмейді қандай препарат екен. Ол просто атымен ғана. Ана жерде мезотерапия, мына жерде мезотерапия. Ондай нәрсені айтсақ болады. Ана жердегі диван, мына жердегі диван. Ол қандай диван? Оның сапасы, оның шыққан жаңағы фирмасы, оның төзімділігі, гарантиясы, оны кім жасады, оның барлығы жаңағы салыстырмалы тұрғыда. Сондықтан ол біздің тем более жұмысты енді оны салыстыруға келмейді деп ойлаймын. Себебі препарат бірдей болғанымен оны жасайтын маман, оның білімі, оның көзқарасы,
оның тактикасы, оның дайындығы ол әртүрлі. Иә, кейбір мамандарға Сондықтан- барсаң, мысалы, керемет жасайды, иә? Бір жай ғана, жаңа сіз айтпақшы, чистканы жасаған өзінде бір эффекті көрініп тұрады, байқалып тұрады. Ал бір маманға барып, басқа бір қымбаттау процедурасын жасатсаң, 2 ай өтеді, 1 ай өтеді, 3 ай өтеді, байқамайсың. Ол неге байланысты? Ниетке байланысты ма? Әлде ол адамның жаңағы кәсіби шеберлігіне байланысты ма? Әлде ол препаратқа байланысты ма? Әлде сол адамның, барған адамның көңіл күйі мен сеніміне байланысты ма? Мен айтар едім, бәріне байланысты. Бәріне байланысты. Ең бірінші біз дәрігер екенімізді ұмытпауымыз керек. Вот. Өкінішке орай енді менде салыстыратын возможность бар ғой. Мен кезінде кардиолог болып жұмыс істедім, иә. Сол ортадан мынау дерматокосметологияға өткеннен кейін айырмашылығы өте жоғары. Косметологияны кейбіреулер бизнесқа айналдырып тастаған. Пациенттен олар жаңағы Кейбіреулер емес, меніңше көпшілік. Көп мамандар. Барлығы деп айтпас едім енді, көпке топырақ шашып, себебі мен білемін, да, жақсы мамандар бар. Себебі шыны керек, біз пациентті пациент ретінде көмектесуге жүгініп тұруымыз керек, иә? Сондықтан жаңағы сіз айтқанның барлығы болуы мүмкін. Ол жаңағы процедураны дұрыс тағайындаудың өзі, пациентке дұрыс таңдаудың өзі, иә, жаңағы диагнозды дұрыс қою, ол негізі біздің жететін жетістігіміздің, успехтің 80%-ын алады. Ары қарай там лечение, соны диагнозды дұрыс қойғаннан кейін, осы пациентке бүкіл оның жаңағы қарсы көрсеткіштерін, показаниясын, қандай типке жатады, қандай морфотипке жатады, фототип, типтарын барлығын қарап, соның барлығын учитывать етіп отырып, біз жасаған процедурамыз дөп түсетін болсақ, пациент всегда довольны болады. Ол сізге рахмет айтады, ол ырза болады. Вот соны анализ жасап, оны табу, оны зерттеу, жаңағы сен оны, сол келген бір приемда сен соны жасайсың. Сол ғой жаңағы мастерство. Конечно, одан кейін 20% ол жаңағы безопасно жасау керек, да? Анатомиясын дұрыс білу керек, ол өзіне бір алдына, да? Үлкен жұмыс. Вот. Көбінесе сол дұрыс таңдалмаса, мысалы үшін, иә? Жаңағы деформационно-отечный тип дейміз біз, иә? Жаңағы морфотиптер, әр адам өзі әртүрлі қартаяды. Соны біліп, сол кезде келген пациентке біз жаңағы дұрыс емес тактиканы қолдансақ, ол сосын бізге рахмет демейді. Бірақ маман бәрін дұрыс жасауы мүмкін. Техниканы да жаңағы бүкіл этап-этаппен дұрыс жасауы мүмкін. Безопасно, әдемелеп, ешқандай. Но бірақ дұрыс таңдалмаса, результат болмайды. Сосын ниеті оның, пациентке ол қараған кезде жаңағыдай, лишь бы жаңағы, да? Ақша жасап қалайын деп қараса, результат тоже болмайды. Себебі бәр нәрсе қайтады ғой. Сосын адам өзі сенбей барса, ой, не істейді дейсің, бәрі жасап жүрген жұмысты істейтін шығар деп барса. Ол да бар, бірақ енді ол сондай 100% не әсер етпейді. Өтіп келген адамды да жаңағы сөйлеп, бүкіл анамнызды ашып, сізге мынау керек, мынау керегі жоқ. Сізге мынаны жасау керек, ал мынау сізге қазір деп айтатын болсаң, мен енді көбінше мен пациенттерім дәрігер деп уже сені тыңдайды. Саған полностью келеді, вот мен саған сенем дейді. Не істесең, соны істе. Сен ол кезде ең бірінші ойлаймын, жүрек керек. Жаңағы адамгершілік. Ол саған сеніп жатқанда, сен лишь бы жаңағы заработать деген болмау керек. Керегін жасап, керек емесін жоқ деп айта білу керек. Иә. Уақытында тоқтату керек дейсіз ғой. Мен ойлаймын, қазіргі кезде мынау бәрін ескерсек, жоқ деп айта білген жаңағы әсіресе косметолог маман сізге ол процедура керек жоқ деп. Ол айтам, ол бір жақсы критерийлардың бірі. Оның нағыз маман екенін көрсетеді. Давайте деместен, себебі ол керек па, керек жоқ па. Пациенттің ең бірінші ойлау керек. Тамара ханым, мысалы, айтып жатады ғой, әйелдер, қыздар бір рет косметологқа барды, одан кейін ол үнемі соған барып тұратын болады. Себебі, мысалы, көзін жасағаннан кейін мұрнын істеу керек, одан кейін ернін үлкейткісі келеді, одан кейін бетін кішірткісі келеді деген сияқты. Үнемі бір өзінен кемшілік іздеп тұрады деп. Рас па, сол бір бастағаннан кейін тоқтамайсың деген? Жоқ, мен оған енді
негізі келіспеймін. Бірақ мынандай зат бар, әдемі болған адам одан сайын әдемі болғысы келеді. Бір рет барып бір результат алғаннан кейін ол өзінің басқа жерлеріне мән бере бастайды. Бұл ауру емес. Ауру емес, бірақ сондай кезде дұрыс маманға барса, ол дер кезінде сізге стоп деп айта білу керек. Шектен шығып кетпеу керек. Жақсы сөз бар ғой, да, жақсы сөз бар. Бәрі дозаға байланысты. Айтады, все есть яд, все есть лекарство. Бәрі дозаға байланысты. Қазір бізде мына өте көп синдром ухоженной алкоголички. Ухожена, но ісіп, беттері жаңағыдай, да? Неге көбейіп кетті? Себебі сол дозаны асырып тастайды. Немесе жаңағыдай процедура пациентке таңдалған дұрыс емес. Өзі көбінесе мен байқауымша, маған емес, мен енді жаңағы нелерді, косметологтарды оқытумен де айналсам. Иә, байқап жүрмін. Иә, оқытам. Сол кезде келген кезде байқасам, олар өздері қандай процедураны біледі, жаңағы меңгерген, сол процедуралармен ғана пациент ұстап тұрады. Мысал үшін кейбір пациенттер болады, гиалуроновая кислотаны вообще керек жоқ. Оған ботулина терапияны жасап жіберу керек. Олар оны білмегеннен кейін өзінде не бар соны жасай береді да, сонымен ғана ұстап тұрады. Сондай кезде мен оларға кеңес айтам, өзіміз жаңа оқитындар. Біз барлығын біле алмаймыз. Біз адамбыз ғой. Барлық нәрсені біле алмайсың, білсең де оны шала жасайсың. Бір нәрсені маманы боламыз, узко қараймыз. Сол кезде сен өзің істейтініңді істейсің, қалғанын көресің да сен маманға жібересің. Ол просто сенің биік жаңағы адами, действительно сенің врач екеніңді көрсетеді. Жоқ, мен бәрін жасаймын, мен ананда жасаймын, мынанда жасаймын деген ол мүмкін емес нәрсе. Себебі біз адамбыз. Сондықтан кім ненің маманы айту керек. Сіз мынаны барып енді ботулин терапияны мына кісі жақсы жасайды, барып жасатып келіңіз. Потом маған келесіз, мен сізді уже питание, увлажнениені сосын ары жалғастыра береміз. Немесе барып хирургқа барып келіңіз. Мынаны кесіп тастау керек. Сізге ол жерге ешқандай көмектеспейді. Немесе аппаратная барыңыз. Менде ондай аппарат жоқ. Солай айта білу керек. Оның бәрі жаңағы айтамыз ғой, жоқ деп айта алу керек. Пациентке пациент ретінде қарау керек. Просто қазір кезде сіздің практикаңызда бар ма? Мысалы, бір тоқтамай жүреді да, мынаны жасап беріңіз, мынаны көтеріп беріңіз. Сол кезде сіз тоқтатып, мысалы, сосын сізге алғысын айтқандар бар. Иә, маған кейбір кезде даже дирекке жазып жатады, мынау не адам, мен алмайды деп. Маған келеді, мен ондай жиі кездеседі деп айтсам да болады. Маған мұрын жасап беріңізші, маған скулы керек, яблочки керек деп қазір кезде модна болды ғой. Не қазір сәнде айтпақшы? Арық бет, сән бет, толық бет әлде қандай жалпы? Мен айтар едім, әркімге өзінің әдемілігі, әркім әдемілікті өзінше қарайды. Кейбіреулер Джолидің ернін сұрап, ананың көзін сұрап. Өзінше көреді. Но бірақ менің өзімнің жаңағы философиям, мен за натуральность. Мен соны жақсы көремін. Өзіңнің бүкіл қалай Алла сені жаратты, соны сақтап, соны тек қана ұстап тұрамыз, безендіреміз жаңағы да, соны қартайтпай, соны жаңағы поддерживать етеміз дейді ғой, солай ұстап тұру. Менің өзімнің нем солай, философия. Адамның табиғи болмысын, соған арнап, сол пациенттер солай келеді. Енді жаңағыдай келген кезде мен ашығын айтамын, сізге олай керек жоқ. Сіздің скулаларыңыз и так әдемі. Сізде мына жердегі нені азайтамын деп кейбіреулер майын тартып да, бір жердегі ет тартсат деймін, майлы да. Мен сонда айтып жатамын, жыраулы пакеттеріңіз ол сізге керек. Ол қазір сізді мазалап тұрғанмен бетіңіз тонпай, ол жастық беріп тұрған, негізі ол сондай жаңағы өзінің рөлі сондай. Томпақ беттер жас болып көрінетін рас па сонда? Иә, сонда бізде жаңағы бетке жатқан жировой не бар, пакеттер бар, и астындағы глубокий, да, жировой пакеті есть. Сонда жировой пакеттер астындағы адам қартайған сайын олар уақыт өте сайын азая береді. Сол кезде беттің бәрі түсе бастайды. Қартаюдың тағы да бір белгісі сол. Сондықтан қазір жас кезінде оны алып тастаса, кейін жаңа қартаю келген кезде 40-тан асқанда, біреу 35-тен асқанда әркімде әрқалай генетикасына байланысты, өмір сүру образына байланысты. Сонда кезде ол тез қартайып кетеді.
бет құлап қалады, иә, тез қартайып кетеді, сондықтан оларға тиіспеу керек деп ойлаймын. Мүмкіндігінше соны түсіндіріп айту керек. Мына екінші екіті алып тастап жатады. Оған сіз қарсысыз ба, әлде дұрыс па? Жоқ, енді оны тек қана алып тастамай, жаңағы қарау керек. Барлық жерде ол индивидуальный подход. Сондай кейбіреулер келеді, бриллиялары түсіп кеткен, ондай кезде мынандай филлерларды толтырып, барлығын жаңағы ауырлатып сөйтіп жатады. Мен оған қарсымын. Ондай кезде айту керек, ашығын, сізге хирургқа бару керек. Барлығы степеніне байланысты, қандай уровеньда, қандай проблеманың степеніне байланысты. Сондай кезде мен айтамын, кішкене ғана болса, біздің қолымдағы бар инструменттермен көмектесе алатын болсам, соған көзім жетіп тұрса, енді менің практикама жүгініп, мен айтам, міне сізге нитевой лифтинг жасайық. Немесе сізге давайте кішкене мына жерді азайтып барып, қатайтып барып, сізді жаңағыдай кішкене филлерларды қосуға болады. Барлығы, айтайын, баланста болу керек. Жаман процедура деген негізі жоқ. Барлығы мөлшерімен пациентке қарап отырып, оның особенностарын біле отырып, соған подбирать етіп беру керек. Вот сонда ол да довольны, и әрине мен де довольны. Тамара ханым, мысалы, енді сол ортада жүргеннен кейін жиі байқаймын. Мен көбінесе мына өнер жұлдыздары, өнер адамдары беттері ісініп тұрады. Вот жаңағы синдром ухоженной алкоголички. Олар сонда дұрыс маманды таңдай алмай ма, әлде мамандар оларды дер кезінде тоқтата алмай ма? Неге байланысты? Өйткені мен ойлаймын, ол кісілер қымбат жерге барады, бір премиум класстағы салондарға барады. Оның барлығы ол қымбаттыққа байланысты емес қой. Ол жаңағы адами тұрғыдағы, ол жерде өте көп себептер. Ең бірінші ойлаймын, ол жаңағы препараттың сапасына да байланысты, ол жаңағы маманның жоқ деп айта алуына да байланысты, ол оның жеке организміне де байланысты. Кейбір адамдарда филлерлар, мысалы үшін, 1 жыл тұрса, енді жақсы филлерларды айтып жатырмын қазір сапалы, олар 1 жыл тұрса, біреулерде дәл сол филлер 2 жыл тұрады. Ағзамыз басқа, біздің метаболизм басқа. Сондықтан солардың барлығын жаңағы келген кезде сөйлесіп, жаңағы собирать етіп, жаңағы бүкіл сұрақтарды сұрап, барып жасау керек. Сосын міндетті түрде бақылап қарап отыру керек. Кейбір пациенттер өздері де байқамай қалады, акциямен жүгіріп кетіп қалғанын, врачтар да байқамай қалады кейбір кезде, оған 6 ай алдын ғана жасағанын, пациент келсе жасай беруі мүмкін. Сондықтан соның барлығына мен карта жүргіземін, мысалы үшін, сондай серьезный препараттарға, серьезный нелерге соң қарап отырамыз. Міндетті түрде сұраймын, сіз сенғын қашан жасадыңыз? Себебі ағзадан шығып кетіп үлгеру керек. Филлер сонда қанша? Филлерлар болсын, жаңағы бүкіл біздің ішке салған затымыз, ол дұрыс жақсы препарат болса, шығып кету керек. Көп бізде ұғым бар, мен сонда оны қайта-қайта жасай берем ба деген. Мен сонда оны жыл жаңағы өмір бойы жасаймын ба деген. Сонда мен айтамын, ол имплант емес қой, 1 рет жасап жүре беретін. Ол кәдімгідей сіздің ағзаңызға кіреді, жұмысын жасайды, ол шығып кету керек. Ол сондай препарат, оған қуану керек. Ал егерде ол шықпай қалып қалса, ол уже большой звонок, ол уже большой вопрос. Неге? Препараттың несіне, сапасына, немесе ол басқа слойға салынып кетті ма да, соған да байланысты. Сосын жаңағы ісіп тұрған беттер, ол жерде себептер өте көп. Оның жеке ағзасының ерекшеліктері, метаболизм дейміз, жаңағы қосымша аурулары, оның барлығы әсер етеді. Оның образ жизни әсер етеді, дұрыс ұйықтау керек. Түнде ұйықтамай күндіз жүретіндер бар. Мысалы үшін, күндіз ұйықтайтындар бар. Ондай кезде де жай сау адамның өзі бет түседі. Сондайлардың барлығын ескере отырып процедураны таңдау керек. Бұл жерде дұрыс тамақтану, дұрыс ұйқы, оның бәрі негізі, әдемі болудың негізі сол. Көп адамдар айтады, банальный нәрсені айта берме деп, жаңағы тыңдағысы келмейді, ерекше бір нәрсе естігісі келеді. Әдем болудың құпиясы деп жаңағы келеді. Әдем болудың құпиясы ең бірінші, ол дұрыс тамақтану, ол дұрыс отдықпен трудты дұрыс баланста ұстау, ол жаңағы біздің ұйқымыз, дұрыс сағаттарда ұйықтау. Дұрыс сағаттарда ұйықтамағанның өзі, ол алып келеді жаңа гормондардың дұрыс бөлінуіне. Дұрыс сағат ол түнгі 10 мен 2-ның арасы ма? Үлкен адамдарға 11 мен 4-тің арасы біз ұйықтап жатуымыз керек. Жаңағы
ұйқының 4 стадиясы болса, соның ең глубокий стадиясында бізде гормондар бөлінеді. Мелатонин, соматотропин, лептин, лизертин деген. Сол гормондар өмір бойы бізде ол бір бөлініп депода тұрмайды. Міне, сондықтан сіз ұйықтаған күні аласыз, ұйықтамаған күні алмайсыз. Сосын көп ұйықтамайтын адамдарда кортизол биік болады. Ол жаңа стресс шақырады, инсулиннің выбросын көбейтеді, оның барлығы айналып келгенде жаңағы біздің аппетитімізді ашады. Көбінесе дұрыс ұйықтамайтын адамдар сосын салмақты тастау қиын. Себебі оларда жаңа центр аппетит постоянно возбуждаться етіп гиперактивно болып тұрады. Олар өздерінің жібергенін байқамай қалады. Сондықтан даже дұрыс ұйықтасаңыз, сіз тез салмақ тастайсыз. Соның барлығы қосқанда жаңағы физикалық дене шынықтыру міндетті түрде болу керек. Кішкентай баладан бастап, үлкен жаңағы қарттарда да. Барлығының өзінің дозасы, мен айтқан, бірақ бәрінде болу керек. Оның бәрі біздің әдемілігіміздің, ұзақ өмір сүруіміздің качествосының негізгі құпиялары. Адамдар бірақ оны не істегісі келмейді. Ал және тері жарқырап тұру үшін, бір әдемі болып тұру үшін, әжім аз түсу үшін, кейбір адамдарда қарайсың генетика дейсің, кейбір адамдарда қарайсың күшті, енді өз жасына сай келмейді, жасы көрінеді. Не жеу керек, не жемеу керек? Мүлдем бас тартатын тағамдар бар? Тері әдемі болу үшін, жас болу үшін. Тері әдемі болу үшін тек қана тері емес, біз оны бонуспен аламыз. Ең бірінші, біз сапалы, ішеріміз ауырмай, ұзақ өмір сүрейін, әрдайым күш қуатым болып, жаңағы сау болайын, сонымен қоса сен бонусам итак әдемі боласың. Ол ең бірінші бас тарту керек, негізі ол жаңағы қанттан. Мүлдем бас тарт деп айтпаймын, енді арасында жеп, ограничивать ету керек, шектеу керек. Қантты шектеу керек. Қантты мүлдем шектеу керек. Екінші, ол жаңағы біз айтамыз фастфудтар. Тез дайындалатын, соларды мейлінше шектеуге тырысу керек. Сосын жаңағыдай Кока-Кола, қазір көп қой, Фанта, газды сусындар, жаңағы Red Bull, анау-мынау, солардың барлығын шектеу керек. Пицца, жаңағы чипсы, сухарики, міне соларды да шектеу керек, себебі олардың барлығы генном уровне даже, олар жаңағы адамды тез қартайтпақ түгіл, өмірін қысқартады. Әрине ондай көп жейтін, қалай болса солай тамақтанатын, ондар сол дұрыс тамақтануға жасатады ғой. Олар әлде қайда тез қартаяды. Ол уже дәлелденген нәрсе. Одан кейін біздің жаңағы темекі шегу, арақ ішу, сондай олардың бәрі ағзаға зиян. Әрине теріге де зиян. Темекі шегетін адамдар, мен оларға айтамын, сіздер негізі кішкене 2 рет жай адамдардан қарағанда көбірек келіп күтім жасау керек. Увлажнение, питание, витаминдерді біз көбірек беруіміз керек. Себебі оларда беттері тусклый болып, серый болып, сұрланып, жаңағы бір усталый, ауру сипатты не береді, сезім береді. Міне соның барлығы өмір сүру салты. Сосын жаңа трансжирларды азайтуымыз керек, трансжирларды азайтуымыз керек. Одан қалса сүт тағамдарын, егерде теріміз әдем болсын, порларым көп ашылмасын, әсіресе майлы беттерге, комбинированный беттерге оны азайту керек. Себебі олар инсулиннің бөлінуін көбейтеді, сосын жаңағы май бездерінің тез жұмыс жасап, май бездері әсіресе порлары ашылып, ол бетті құртады. Қазақта енді етке сорпа бетке деген сөз бар, етті қанша тұтыну керек, және сорпаны жиі ішетін болсан, ол шынымен де сенің терің әдемі болады деген рас па? Енді май ол керек бізге. Май ол керек, бірақ барлығы жаңа айтқандай мөлшермен. Біз енді қазақпыз ғой, етсіз болмайды, бірақ өз мөлшермен күніне 3 рет таңертең түсте кешке ет емес, 1 рет ет жесең, аптасына 1 рет балық күнін арнауға болады, мүмкіндігің болса. Мүмкіндігің болмаса шөп шаламға арнауға болады. Тіпті өзіме қарайын десең, негізі бір күнді су ішіп, біз жаңағы, не дейміз ғой, жаңағы тек қана сумен тазарту күніне арнауға болады. Сонда ол вообще идеально болады. Негізі солай өте дұрыс. Ұзақ өмір сүремін, аллергиям болмасын, терім таза болсын десең, аптасына 1 күнді үнемі сол 1 күнге келу керек. Мысалы үшін каждый четверг алдың ба, сол каждый четверг солай жүрсең, ол тіпті жақсы. Сіздің Тамара ханым, қазір түрлі баттар ішу сәнге айналып кетті,
бәрі ақыл айтқыш, бәрі жаңа жөн сілтегіш. Мысалы коллагендерді көп ұсынып жатады. 25-тен кейін коллаген ішпесең болмайды деген сияқты. Я болмаса, мысалы терінің әдемілігі үшін мынадай дәрумендерді міндетті түрде қолдану керек деген сияқты. Сіз кеңес бересіз бе? Мен дәрігер ретінде мен өзімнің пациенттеріме үнемі айтамын, керек болса ғана іш. Керек болса. Оны қайдан біледі ол керек? Оны анализ тапсыру керек. Оны анализ тапсырады міндетті түрде. Жаңа витамин Д-сын қарайды да, бүкіл микроэлементтерді, макроэлементтерді, Аллаға шүкір қазір барлығын білуге болады. Тапсыру керек. Дефицит болса ішу керек. Егер де дефицит жоқ болса, оның керегі қанша? Неше дефицит жоқ адам жоқ сияқты қазір. Иә. Жоқ, егер де Д витамині онымен енді кішкене қазір келсем, бірақ басқаларды, мысалы үшін бізде ішіп жатады, магнийді да, олды солды ішіп жатады. Сосын қазір оның енді көбісі бизнес болып кетті ғой. Сондықтан байқау керек, қарау керек, сертификаттарын қарау керек, жаңағы олар да препаратқа жатады ғой. Қанша жерден олар витамин болған күннің өзінде, олар да бәрібірде неге жатады? Қосымша дәріге жатады. Сондықтан олды солды ішуге мен қарсымын. Коллагенге байланысты айтасыз. Коллаген 25 жастан кейін болмайды деген рас па, жоқ па? Коллаген ол енді жаңағы неге байланысты ғой. Көп болса біздің кожамыз әдемі болады, упругий болады, тонусы жақсы болады деп жатады. Сосын суставтарға жақсы деп. Оны да мен айтар едім, қандай коллаген ішесіз? Қазір ол да бір фарм деген тоже бизнестің бір түрі, сондықтан қарау керек. Оған қарсы емеспін. Бірақ коллагенді жаңағы ішкен кезде ғана сізден одан жаңағы кішкене тазарып, қатайып результат болады. Ішпей тоқтатып қойсаңыз, ол тағы болмайды. Ол жиналмайды себебі ағзада. Сондықтан оны да айтар едім, круглый год ішуге болмайды. Өзінің промежуттармен тоқтатып ішу керек, как көмек ретінде. Ішкен дұрыс па, коллагенді салғызған дұрыс па, инемен еккізген? Екеуінің эффектісі қандай? жұмысы екі түрлі. Салғызу да керек уақытысында жылына 1 рет, 2 рет показанияға байланысты. Ішу де керек показанияға байланысты. Жылына жаңағы сіз 2 ай ішіп, жақсы препаратты, сосын демалып, сосын тағы ішіп, солай жасасаңыз болады. Себебі 25 жастан кейін бізде жаңа гиалуроновая кислота барлығы уже бөліну тоқтатады, немесе баяулайды. Соған байланысты біз жаңағы қосымша біздің әдемілігімізге көмек ретінде оны біз тағайындаймыз. Сондықтан оны ішуге болады, бірақ жақсысын ішу керек. Тамара ханым, қазір жастарды жиі байқаймын. Еріндерін өсіріп алады, мұрындарын істеп алады, көздерін өзгертіп жүреді, жаңа беттеріне ботокс қойып жатады. Мысалы 20-18 жастағылар. Бұл қаншалықты дұрыс? Және бір қарағанға бәрі бір-біріне ұқсайтын сияқты. Енді қазір мынау Инстаграмның, әлеуметтік желінің дамып жатқан, солардың басқарып жатқан кезі ғой. Барлық адам сосын фильтрмен өзін түсіреді. Байқасаңыз, фильтрмен қарайды, өздеріне ұнайды, жаңағы да, өздерінің армандаған образдарын көреді, сөйтеді да, соны аламын деп жаңағы жүгіреді. Ол бір себебі деп ойлаймын. Екінші себебі ол жаңағы өзін өзі қабылдамау деп ойлаймын. Мен оған өте көңіл бөлемін өзімнің практикамда. Пациенттеріме жаңағы үнемі айтамын. Алла тағала бізді жаратқанда бізге не керек, оны жақсы біледі. Сондай біз жаратты ма, біз сонымен әдеміміз. Біз соны ұстауымыз керек, оны қабылдауымыз керек. Қандай көзіміз бар, қандай мейлінше өзгертпеуге тырысу керек. Ол негізі, оның барлығы түбі келгенде, ол өзін өзі қабылдамау, ол психологиялық жаңағы ауытқуға жатады. Ондай пациенттерге сен даже көмектесе алмайсың да. Соларды тоже распознавать етіп, танып, оларға стоп деп айта білу керек. Мәселе сенің ерніңде емес, мәселе сен өзін қабылдамауыңда. Ол бәріне енді қатысты емес, енді асимметриямен келетіндер болады, мысалы үшін ерінді алатын болсақ. Сондай кезде ең бірінші өзін өзі қабылдаумен жұмыс істесе, сонда олар бүйтіп біреуге қарап қызықпайды. Ол өзін жақсы көреді. Ол өзіне ырза, шүкіршілік етеміз, менің қолым өзіме ұнайды. Алла солай жаратты ма? Сол. Шүкіршілік етпесең, ол кез келген жерде одан әдемі адам табылады. Кез келген салыстыратын болсақ, әдемі адам, круче адам да,
жаңағы жақсы адам, біз салыстыра берсек, бізде жоқ нәрсе ол көп. Сондықтан бізде барымен ол да бір жаңағы косметологтарға керек бір сондай бір қасиет деп ойлаймын. Келген пациентті кішкене қарап бақыласа, ол шын мұқтаждықтан келіп тұрма, шынымен да, бетіне құнарландыру керек, ерні қисық, анатомиялық нелері бар, әжімдері бар ерінде, ондай кезде я жасаймыз. Ал егерде бәрі әдемі, бірақ ол өзіне көңілі толмай, немесе жаңағыдай өзін-өз қабылдамай, иә? Біреулерге қызығып дейсіз. Иә, сол жаңағы артистерге қызығады, звездаларға қызығады. Блогерлар қазір да бәрі жаңағы әдемі инстаграмда қарайды, фильтрмен түсіреді. Инстаграмдағы сенбеңіздер. Иә, сөйтеді да оларды мен де мынаны хочу дейді. Мен де мынаны хочу, мен осылай хочу деп маған суретін әкеліп көрсетеді. Мен мынандай ерін хочу, мынандай скулы хочу деп. Сол кезде мен уже ақырындап, уже байқап түсіндіре бастаймын. Психологиялық көмекпен, ауытқумен келген пациентке косметолог көмектесе алмайды. 100%. Сен оған ерін жасап берсең де, жаңағыдай, дәл Джолидікінде жасап берсең де, ол бәрібір өзіне көңіл толмайды. Ол айтады, енді менің мұрным дұрыс емес дейді. Мұрнын жасап берсең ойлайды, менде мына жерінде көзімді тарту керек дейді. Жаңағы, айтамыз ғой біз броулифтинг, иә? Ол үнемі өзінен бір мін іздеп отырады. Соның тағы да бір жаңағы несі, қалай айтсам екен, признак, это өзіне өзі көңіл толмау. Ондай кезде психологқа жүгіну керек, немесе өзімен өзі жұмыс істеу керек, иә? Себебі біз барлығымыз, Алла тағала барлық адамды әдемі қылып жаратады. Ол ер адам болсын, әйел адам болсын, сүйкімсіз адам жоқ. Иә? Мен өзім солай ойлаймын, себебі ол сүйкімсіз болуы мүмкін мінезімен, иә? Сүйкімсіз болуы мүмкін өзінің ухоженный несі жоқ. Күтім жасамайды. Күтім жасамайды, иә? Элементарно жуынып, шайынып, әдемі иістеніп жүрудің өзі ол күтім. Мен сондықтан өзімнің пациенттеріме айтам, әдемі болу ол еңбек. Ол 70% пациентке байланысты, ол оның еңбегі. Жаңағы дұрыс тамақтануы, ол жаңағы оның ертерек тұрып өзіне маскасын жасау, кремін жағу, кремнен кейін жаңағы өзінің массажында, самомассаж жасау, оны да бір совсем фанатизмға кетпей, орнымен жасаса, оның барлығы еңбек, былай айтқанда еңбек. Ой, мен балаларым бар, мен жұмыс жасаймын ғой, ой, менде ондай кремдер жоқ қой, ой, ол қымбат қой деген бәрі сылтау. Ол сылтау. Демек, әйел күнде өзіне күтімге, күнделікті күтімге қанша уақыт жұмсау керек? Және міндетті түрде нелерді жасау керек? Енді ол әр пациентке әр түрлі, әр қызға, қыз балаға, адамға әр түрлі. Негізі орташа есеппен 20 минут таңертең, 20 минут кешке жетіп жатыр. Жетіп жатыр. Оның 5-7 минутын сен жаңа жуынып, ең бірінші базалық күтімдер жасайсың. Ол очищение, жақсылап тұрып, оның маңызы өте жоғары. Очищениені дұрыс жасау керек, одан кейін тонизация, креміңді жағасың. Керек болса, сывороткаңды, маскаңды жасайсың. Керек емес болса, ол да жасқа байланысты да, ерекшелікке байланысты кожаның, онда оларды жасамайсың. Сосын оларды жағып жатып, сен сол жерде екеуін бірге самомассаж жасайсың. Жаққан креміңді сіңу үшін сол жерде жаңағы өзінің, соған жетеді, мысалы үшін бір 5-7 минут. Күнделік жасаған адам ол қолы да бәрі үйренеді. Автоматта жасайсың. Оны жасап болып, мен даже өзім пациенттеріме айтамын. Сен кашаны қойып қой таңертең. Ол каша піскенше, сен сол жерде тұрып, мысалы үшін, жаңағы өзінің лимфодренажный упражнениені жасап тұрсаң болады, специальный, да? Олар да жаңағы сенің күтіміңе жатады. И потом самомассажын жасап тұр. Қолыңды жақсылап жуып, тазалап, креміңді алып алды, міне жасап тұр. Күнделік жасаған адам ол уже автоматта жасайды. Ол бар, сосын міндетті түрде дене шынықтыру. Ол үйде жатып, созылып, әртүрлі жаттығулар жасау керек. Оның өзі денеде қан айналым жақсы болса, лимфотток жақсы болса, міндетті түрде ондай адамның бетінде нұр болады. Ол всегда сиять етіп тұрады. Жаңа айтып жатырмыз ғой, беті сиять етіп тұрады. Міне соның бәрі соған байланысты. Сосын оның труд жаңағы өзіңді өзің тамақ жегің кеп тұрса да, өзіңді өзің тоқтата білу.
тәтті тағамдарды, тәтті тағамдарды жылайтына таңертең сағат 12-ге дейін жеуге айналдыру керек. Соны қадағалау, ол да бір еңбек, ол үлкен еңбек, ол ерік күшті білдіреді, соған мән беру. Одан кейін жаңағы көбірек жаяу жүру, ерінбестен, ол да еңбек, қойшы деместен, ол да еңбек. Сосын көбірек жаңағы 1 сағат ерте тұрып, жаңағы кейбір күндері көбірек көңіл бөлу керек болады. Маскаңды жасау керек, мысалы үшін, специальный маскалар бар, 20 минут тұру керек, соларды міне жасау. Кешірек жатып, тоже маскаларын жасап, ұйықтау, қой деп емес. Сондаға бәрін кеп қарағанда, оның бәрі труд. Ертерек тесте жұмыстарыңды жасап, ертерек жатуға тырысудың өзі, ол да еңбек. Себебі сен оған. Оңай емес. Сіз атап өткен дүниелердің барлығы қазіргідей жанталасқан заманда енді қиын, бірақ өз-өзін жақсы көрген адам бұны істейді деп ойлаймын, уақыт тауып. Енді қазір косметиканың түр-түрі көп, кремдердің түр-түрі, жаңа сіз атап өткен сыворотка, маскалардың түр-түрі. Бағалары да сондай, масс-маркетте енді қаптап тұр. Кез келген бір қадам аттасаң сол жерде тұрады. 3000 теңге, 2000 теңге, 500 теңге, 200 теңге, 100 теңгенің дүниелерінен көп нәрсе күтуге болмас. Оларды жағу керек пе, әлде мүлдем бас тартқан дұрыс па? Мысалы 200 теңгенің 250 теңге маскаларын көремін, дүкендерде тұрады ғой, азық-түлік алатын. Оны қолданған жақсы ма, әлде мүлдем қолданбай ақ қойсаң бола ма? 3000 теңгенің кремдері не шешеді, не өзгертеді? Негізі айтады ғой, тегін зат ол тек қана тышқанның ініндегі жаңағы сырды алуға қойып қояды деп, қалай? Мен тіпті арзан нәрседен, әсіресе денсаулыққа қолданатын нәрседен кішкене ойланар едім. Себебі ол огородта пісіп тұрған алманың өзін сатқанда, ол кәдімгі ақша шығады. Ал ол басқа шетелден келеді. Ол заводтан келеді. Оның үстіндегі оны қосып сататын өзінің продавец өзінің арендасы бар. Оның жаңағы документтері, если жақсы зат болса, документ дұрыстау керек, сертификаттарын. Сондықтан ол арзан болмайды ол. Жақсы, сапалы дүние, оны зерттеп, әрбір зат зерттеуден өткен кезде, негізі оны үлкен-үлкен исследованиялар өтеді. Нағыз. Бізде медицинада ұғым бар. Доказательный медицина деген. Ол жерде өзі әр нәрсенің өзінің деңгейімен жаңағы препараттар деңгейге бөлінеді. Доказательная базасы B, доказательная базасы A, B, С, қазақша айтқанда. Сонда ең бірінші А-ға жатады, ол толығымен дәлелденген препараттар. Екінші B, ол жаңағы 50/50. Көмектескен топ бар, көмектеспеген топ бар. Сосын үшінші топ С, ол жаңағы доказательный базасы күдікті препараттар. Міне, сол үшеуіне жатады, сонда бұлардың бәрін сөйтіп зерттеудің өзі үлкен қаржыны, үлкен уақытты, это рандомизированный, үлкен контрольный жаңағы мета-анализдер. Оған жаңағы миллиондаған адамдар қатысады. Ол студенттің диссертациясының уровеніндегі 5-6 адам, 60 адам, 1000 адам емес. Ол жерде миллиондаған адамдар, мемлекеттер бір-бірімен бірігіп істеуі мүмкін. Двойной слепой, тройной слепой обследованиялар, зерттеулер. Сонда сол зерттеулердің жаңағы нәтижесінен олар заключение шығарады. Мынау A топқа жатады, B топқа жатады, С топқа жатады. Сонда жаңағы кез келген денеге жағатын продукт болсын, барлығының өзінің зерттеу жаңағы сапасын көрсететін документі болады. Ол документтің алудың өзі үлкен жаңағыдай етаптар. Оның бәрі ақша, оның бәрі уақыт, оның барлығы жаңа пробирка, қаншама адамдар жұмыс жасайды, команда да. Сонда ол қалай ол арзан шығады? Логически ойласаң, ол арзан шықпайды. Сондықтан мен алмас едім, сақтанар едім. Себебі ол жаңағы бір киім емес, ұнамаса лақтыра салатын. Ол сенің ағзаңа кірген зат болғандықтан, ол қайта шығу үшін да басқа оның антидоттарын салу керек. Ол тағы да нагрузка түсіреді. Көрдіңіз ба? Онда алып тастай салам, антидоты бар дегеннің өзінде сен ағзаңа бүйрек, бауыр сол арқылы сыртқа шығады, жаңа метаболиттар ыдырап, олған да сен ауырлық түсіресің. Сондықтан денеге кіретін, денеге енетін бүкіл нәрсеге мұқият қарау керек. Мұқият. Сондай нәрселердің барлығын алып келіп біздің жаңағы денсаулығымыз шығады ғой.
иә результаты біздің денсаулығымыз, әдемілігіміз, өміріміздің сапасы, ұзақ өмір сүруіміз барлығы соған келіп тіреледі. сіз үшін сұлу адам кім сонда? Көп пе бүгін сұлулар әлде? Енді косметологиялық тұрғыдан айтсам, ең бірінші алдында жүретін адамның сыртқы кейпі. Кез келген адамға біз бірінші қарағанда оның сыртқы кейпінен бастап, сосын ішіне енеміз. Сондықтан ең бірінші ол сұлу адам, ол ухоженный жаңағы внешность. Қалай айтады оны? Күтімі жақсы. Күтімі жақсы, сырт бейнесі. Ол оның жаңағы бетіндегі дақсыз болуы, бетіндегі жаңағы біз айтамыз угревая болезнь, солар болмауы, тегіс болуы, ол оның гармонизациясы бетінің, гармонизация деген кейбір кезде болады, өкінішке орай, ондай кездеседі, туылғаннан асимметрия бетте, травмаларға байланысты асимметрия болады. Немесе бір инфекциялық ауруларға байланысты, шрамдар болуы мүмкін. Сондай кезде ол жаңағы гармонизация. Ол міндетті түрде бізге бір қарағанда көзге түседі. Оның барлығы, солардың барлығы жоқ болған кезде ол адам әдемі жатады. Сосын мен айтар едім, ол жаңағы жақсы салмақ, мысалы үшін, әдемілік. Ол біздің шашымыздың күтімі, ол біздің қолымыздың күтімі, ол бүкіл біздің теріміздің көзге түсетін барлық адамның сырт кейпінің тартымдылығы. Сол ең бірінші әдеміліктің критерийі, ең бірінші. Екінші, ол адами тұрғыда айтады, оның көркем мінезі, ол оның харизматичность, энергия. Вот это вот энергичный адам, ол всегда тартымды. Кейбір адамдар қарайсың, түрі онша емес сияқты, бірақ жаңағы оның күлкісі, оны өзі ұстауы мүлдем басқаша. Ол да бізге көріп береді. Сондықтан ол тек қана бір ғана жақтама емес, косметологиялық жақпен жаңағы адами тұрғыдағы жақ бізді тартатын, ол біздің харизмамыз, ол біздің энергиямыз, положительная энергия. Постоянно позитивте жүру, адамдарға, бір адамдар болады, қасында барып сөйлесе берген келеді, тоқтай алмайсың, қасында отырып бір сағаттың қалай өтіп кеткенін білмей қаласың. Міне сол адамдар, ол да бір жаңағы әдеміліктің бір критерийлардың бір түрі деп ойлаймын. Кейбір адамдар болады, бәр жер әдемі, қарасаң бір мін таппайсың, сондай адамдар бар. Бірақ как журналдағы картина сияқты, салқын, бір қарадың, көрдің, болды, просто нечего делать дальше. Бір көрдің, как әдемі ваза сияқты, кете бересің. Себебі жаңағы харизма жоқ, энергия жоқ, мынау көркем мінез, бір адам бір интересный, сондықтан біз ішкі дүниемізбен де дамытуымыз керек, үйлесім керек, сыртпен де. Сыртқы сұлулықпен, тән сұлулығы мен жан сұлулығы үйлесімді болу керек. Сонда ол нағыз сұлу. Кейбіреулер күлмей жатады ғой, енді әжім түседі деп. Мен айтамын өзім пациенттеріме, самый арзан процедураңыз қандай деп, арзан, не жасауға болады арзан деп. Соны айтамын, ең арзан сізді әдемі қылатын ол сіздің күлкіңіз. Күліп жүріңіз. Болды, сол сізге арзан. Себебі күліп жүргеннің өзі адамға бір не береді, сұлулық, тартымдылық, ол адамға сен уже ашыла бастайсың, қымырайып тұрғаннан гөрі. Сол? Тамара ханым, неврологтар, невропатологтар мынандай пікір айтқанын өзім естігем. Ботоксты көп салу адамның болашақта жылдар өткен сайын оның миына кері әсері бар, жүйке жүйесіне әсері бар. Мысалы, тез қартаю, тез ұмытшақ болу, алжу, болмаса мына жердегі бұлшық еттер басқаша жұмыс істейді деме, оның денсаулыққа кері әсері бар дейді. Сіз не айтасыз? Мен айтар едім, тағы да бәрі айтатын шығар, мына қайталап кетті деп, бірақ бәрі дозаға байланысты. Бәрі сен қалай жасайсың, соған байланысты. Егер де ол тіпті кері әсері болса, ол препараттар қазіргі кезде ең ұзақ өмір сүріп жүрген препараттардың бірі. Ең көп изученный дейміз ғой, зерттелген препараттардың бірі сол.
просто білу керек. Сіз маманға барғанда дұрыс маманға жүгіну керек. Неврологтар дұрыс айтпайды деп те айтпаймын. Олар енді косметологтар сияқты егжей тегжейін енді барлық несін біле бермейді ғой. Жаңағы ішіндегі уже жаңағы терең білмегендіктен олар жаңағы ботулизм деген ауруды оятып жіберуі мүмкін. Есть ботулизмоподобный синдром деген бар. Ол қашан пайда болады? Негізі ботокс деген ол бір торговый ненің аты ғана. Оның негізгі активное вещество это ботулотоксин. Ботулотоксин бар препараттар бізде әртүрлі, оны фирмалар шығарады. Это ботокс, это диспорт, это нейронокс, это ксиамин, рентокс, ботулакс, олар өте көп. Олардың жаңағы бізде сертификациясы бар, тазасы бар, неизвестный бар, ол отдельный әңгіме, ол басқа әңгіме. Қазір енді өзін алатын болсақ, активное вещество ол жерде ботулотоксин. Ботулотоксин ол бізде жаңағы кластридиум деген бактериядан алынады. Ол өзі ят негізі. Ол токсин. Ол токсинді біз косметологияда, неврологияда, кстати, қолданады, офтальмологияда қолданады. Біз косметологияда оны біз терапевтический, өте низкий дозаларда қолданамыз. Оны қолданған кезде дұрыс дозада, очищенный, высокотехнологичный, дұрыс препаратты, дұрыс сақталған, оның өзінің жасалу техникасы бар. Ол 24 сағаттан максимум 2 суткадан көп сақталмау керек. Соның барлығына сәйкестендіріп жұмыс жасасаң, керек пациентке оның жаңа показаниясын учитывать етіп, сақтасаң, еш нәрсе болмайды. Оны жылына 1 рет, 2 рет жасап отырасың. Ол еш нәрсе етпейді. Ол уже доказано. Уақыт өте келе, мысалы 50-ден кейін, 60-тан кейін ботоксты қойып келесің, оған дейін жаңа диспорт жасап, одан кейін 50-60-тан кейін сен жасай алмай қалдың делік. Сол кезде не істейді? Беті құлай ма, не болады? Құламайды. Әжімдер қалыңдап кете ме? Негізі ұзақ жылдар жасап жүргендер дозасын көбейтсе, немесе наоборот, совсем низкий дозаларда жұмыс істеп, резистенттілікті көтеріп алса, ондай кезде ол препараттар ұстамай қалуы мүмкін. Просто ұстамай қалады, сен өзіңнің бұрынғы әжімің бар кезге просто соған келесің. А вот салбырап кетеді, хуже болмайды. Хуже никак болмайды. Просто действительно бәрін дұрыс жасаса, ол хуже болмайды. Себебі ол ағзадан шығып кетеді ол препарат. Ал дұрыс жасамаса, мысалы, көз көрмей қапты, жұмылым ашылмай қапты, болмаса басқаша жаңағыдай. Птоз болуы мүмкін, полностью бір көз жабылып қалуы мүмкін, ондайлар өте кездеседі, жаңағы маған келіп жатады. Дұрыс емес, бұл өте препарат, айтушы едім, жоғарғы тәжірибелікті талап ететін препарат. Сондықтан мен өзіммен даже оқуға келген жаңағы косметологтарға, врачтарға айтамын, бірінші біз базаны өтеміз. Базамен сен жарты жыл жұмыс істеп келесің, қолыңды әбден шынықтырып, түсініп, препарат теоретически білген басқа, жұмыс істегенде оны сезіну басқа препаратты. Сен солай біліп келгеннен кейін ғана біз продвинутый частқа өтеміз. Продвинутый деген ол жаңағы уже ботулинотерапияның жаңағы қойылуы. Себебі ода сенің қателігін кешірілмейді ботулинотерапияда. Потому что мезотерапияда, биоревитализацияда увлажнениялар, ол жерде кішкене неравномерно жасасаң, енді максимум синячок болуы мүмкін, или там максимум сенің нәтижең 100% жақсы болмауы мүмкін. Бірақ ешқандай не жоқ ол жерде, еш нәрсе түсіп қалмайды. А вот ботулинотерапия, ол жақта сен қателесетін болсаң, ол жерде пациент саған рахмет айтпайды. Ол саған жақсылап тұрып уже үлкен проблема алып келеді. Себебі пациенттің көзі түсіп кетуі мүмкін, қасы түсіп кетуі мүмкін, немесе ол вообще көтеріліп кетуі мүмкін, асимметрия болуы мүмкін. Жағдайлар мен келіп жатады, что бір көзі мүлдем жабылып қалып, жұмысқа бара алмай қалады. Өзінің күнделікті жаңағы бүкіл жоспарларының барлығы жүзе аспағаннан кейін адам бір көзі мүлдем көтере алмай қалады, мышцаны. Көбінесе көздермен байланысты ма? Көзбен байланысты, смотря оны жаңа қай жерге жасайды, ауыздың айналасын жасағанда бір ауыздың еріннің бұрышы түсіп кетеді, сөйлей алмай қалады, ол мышцаларға, анатомияға дұрыс жасау керек, соларға байланысты, біліміне байланысты, техникаға байланысты, дозаға байланысты, міндетті түрде. Сосын жаңа көздің құрғауы кездеседі. Көзін жұма алмай қалады, кейбіреулер ашиды көзін жұмсам. Әртүрлі сондай нәрселер
болмас үшін оның бәрі осложнениесіне жатады. Оны сосын сен сразу кетірде алмайсың ғой. Ол препараттың сондай серьезнылығының соншалық, оны сен бүгін ол пациент келсе, сен дұрыс емес жасасаң, оны сразу оған көмектесуіңде қиын. Себебі ол ағзадан пока шығып кетпейінше, ол ешнәрсе істей алмайсың. Қанша уақыт ол ағзадан шығу? Ол енді тездететін нелері бар, жаңа тәсілдері беретін жаңа нелер, дәрілер, методикалары қолдар. Бірақ бәрібірде ол кемінде 1 ай жүреді, немесе 4 ай жүреді, солай. Көзі қисайып, кейбіреулер даже 6 ай жүреді. Әркімнің ағзасында препарат әртүрлі тұрады. Негізі ол препаратты біз жасаймыз жылына 1 рет немесе 2 рет. Одан еш нәрсе болмайды, ешқандай зиян жоқ. Бірақ байқау керек, жаңағы айтып жатырмын, ол ботулиноподобный синдром деген, ол көп дозаны салып жіберсе, пациентке бір процедурада 2-3 зонаны, бетті full face жасап, мойынға, еще бывает, жаңағы біз ботулин терапиямен қазір осанканы түзейміз. Мына жердегі мойынның нелерін қатып тұрған бұлшықеттерді жазамыз. Мигрен болса, бас айналу, бас ауыру болса, оларды жазуға болады. Себебі спазмды алып тастайтын ол препарат. Солардың барлығын бірде сен жасауға болмайды. Соның барлығы ол себебі алып келуі мүмкін жаңағы ботулиноподобный синдромға. Ол синдром не істейді? Ол жерде жаңағы адам жұта алмай қалады, басын ұстай алмай қалады, глотать ете алмай қалады, тыныс алу даже қиындап, сондай кезде ол Құдай сақтасын, жаман летальный исходта болуы мүмкін. Сондықтан мен солардың барлығын білгеннен кейін нефрологтар әрине олар ескертеді, олар айтады, мен де олар түсінемін. Бірақ барлығын, жаңағы айтып жатырмын ғой, бәрі айналып келгенде просто білу керек, қай препаратты кімге жасау керек, қанша дозада, қай жерге, қандай мөлшерде, қандай слойға. Барлығы важны. Енді липолитиктерге келетін болсақ, мен сіздің парақшаңыздан байқадым, қателеспесем, ішке салып жаттыңыз. Липолитиктер арқылы жаңағы тез арықтап алам дейтіндер бар. Болмаса ол көмектеспейтін, ой көмектескен жоқ, ақшам далаға кетті, ауаға кетті дейтіндер бар. Соған байланысты айтсаңыз, қандай тағы препараттар арқылы арықтауға болады, артық майлардан арылуға болады? Липолитиктер енді ол да салыстырмалы түрде. Мен айтар едім, сіз арықтағыңыз келсе, липолитик сізге как көмекші ретінде келе алады. Ол основной сізге гарантия бермейді. Сіз егерде 120 килограммен келіп, мысалы үшін, ожирение 3 степени или 4 степени болып, липолитик жасап, арып кетпейсіз, ол 100%. Себебі липолитик ол кішкентай ғана адам кетіре алмай жүрген, бывает іштер қалып қояды, бывает екінші подбородок. Даже арық адамның өзінде болады. Сондай кездерде, сондай локально дейміз, жировой ловушкаларды кішірейтуге, оны уменьшать етуге арналған препараттар. Оны өзекке бөлінеді, прямого действия, непрямого действия. Непрямого действия ол просто расщеплять етіп, ыдыратады. Ал енді прямого действия липолитики, олар оны разрушать етіп, жойып, сыртқа шығарып тастайды. Екеуінің екі несі бар. Білу керек оны да, қай зонаға не жасау керек. Көбінесе біз бетке, жаңағыдай, кішкентай ғана май тіндеріне біз непрямого действияны жасағанды мен ұсынамын. Ал енді денеге жасаған кезде прямого действия жасауға болады. Ол да жаңағыдай курспен жасалады. Противопоказания бар ма? Противопоказания бар, әрине. Противопоказания ол жаңағы бүйрек, бауыр, ұйқы безінің созылмалы жеткіліксіздіктері міндетті түрде қаралу керек. Ол адам, липолитик жасап жүрген адам дұрыс тамақтану керек. Ол адам спортқа бару керек. Липолитик қана жасап жүрмін деместен, ол жаңағыдай аппаратный бізде методикалар бар, ішке, денеге жасайтын, соларды жасаса болады. Одан қалса жаңағы дұрыс су ішіп, себебі бүкіл шлактарды, токсиндерді айдау үшін жеткілікті бізде ағзада су болу керек, увлажнение болу керек. Солардың барлығын комплексте ұстап отырып, сосын ол тез ариды. А так бір ғана липолитикке сенуге болмайды. Себебі ол волшебный жаңағы немес кесіп тастайтын. Сондықтан
сосын сұрап жатады кейбіреулер, мен липолитті бір жасасам болды, болды ғой, сосын мен өмір бойға жете ма деп. Ол кезде де мен айтам, ол ондай өмір бойы жететін ондай нәрсе жоқ. Сіз егерде қайталап толып, қайталап сіз тамақ ішіп, бұрынғы қалпыңызға, бұрынғы әдетіңізге бассаңыз, ол қайталап сіз салмағыңызға келесіз. Сондықтан аримын деген адамға мен ең бірінші айтар едім, ол бірінші сананы бастау керек. Ол образ жизньді ауыстыру керек. Кейбіреулер болады, арып алады, арығанға дейін бәрін жасайды. Фитнесқа барады, дұрыс тамақтанады, тәтті жемейді, дұрыс ұйықтайды, барлығын бастап жасайды. Как арып алғаннан кейін бұрынғы әдетіне басады. Сонда ол қайталап бұрынғы сен сол результатыңа келесің. Еңбегіңіз аяқ етеді. Сол үшін ең бірінші бізде болу керек түсінік, сен образды ұстау керексің. Арық болам, әдем болам десең, сен сол трудты алып жүресің. Салауатты өмір салтын. Үнемі. Оны күніге жасайсың, сонда сен үнемі әдем боласың. Әйелдер айтады, ой, табысымыз жоқ сіздікі сияқты. Я болмаса, мен ондай ақша таппаймын, мен одан да балама бір тәтті нәрсе әперіп, я болмаса киім әперейін дейді. Былай қарасаң, сол әйелдер, солай айтқан әйелдер шемшке алып шығады. Балмыздағы алып жейді. Тағы басқа дүниелер алып жейді. Айфон телефонмен жүреді. Мысалы, кредит қалып. Егер шын қаласа, сол ақшадан үнемдеп, бірден емес, 2-3 айда бір жинап, жақсы бір процедура жасауға болады. Көп адамдар ойлауы мүмкін, енді өзі косметолог болғандықтан ол солай айтып жатыр деп. Жоқ, негізі менің өзім тәжірибемде барлық сен өзіңді жақсартқан келсе, ең бірінші оңай басталатын нәрсе ол сенің сырт бейнең. Ол сенің жаңағы кожаңды тазалап, қатпар әжімдерді кетіру, бетіңдегі дақтарды кетіру, өгіреңді емдеу, шашыңды емдеу, өзіңді арыту, ең бірінші содан басталады. Одан кейін жағымсыз иістерден құтылуға болады косметология арқылы. Қолтырдағы иістер арқылы жасаймыз оны да. Міне содан бастап, ең бірінші оңай жол сол. Әдемі болудан оның бақытты болуының бастамасы сол. Себебі өзіне көңілі толған әйел, ол бақытты, ол бақытты болғанда айналаның бәрі бақытты. Оның жары да, енесі де бәрі бақытты. Өзіне көңіл толу керек. Біз ұмытпауымыз керек. Бізде кожамыз ол біреу ғана. Біздің өмірімізде. Теріміз. Теріміз бізде біреу ғана. Оны біз 1 секундта шешпейміз. Сондықтан ең бірінші инвестицияны, жаңағы мен айтар едім, 5 көйлек сатып алғанша, одан қайта 2 көйлегің болсын, сенің әдемі, ухоженный, күтімді терің болсын. Мен ойлар едім, соған көңіл бөлу керек. Сенің 5 сырғаң болғанша 2 сырғаң болсын алтын, бірақ таза, әдемі, тартымды сенің жаңағы жүзің болсын. Соған көп көңіл бөлсе деп ойлаймын. Мысалы үшін маған адамдар келеді. Мен 1 айдан кейін той болады. Құдағимен кеше тәтті шай болды. Көрсем менен жасты, бірақ өте жас көрінеді. Мен алып кеттім. Маған срочно бірдеңе жасау керек. Мен айтам, ол значит сіздің құдағиыңыз жүйелі түрде, бұрыннан бері ретпен, еңбекпен, ол әдем болып келе жатқан адам. Ал бір айдың ішінде сізге лап дегенде жасау ол өте қиын нәрсе, ол өте күрделі нәрсе. Одан кейін мен не түсінем осындай нәрседен? Ол деген сөз бізде біз қымбаттық шубаға, қымбаттық машинаға, көп көңіл бөлеміз. Дүниеге. Дүние, бәсекелестік, үстіне киіп алады, мысалы үшін греческий неше түрлі қымбат киімдерді, алтындар, картер, мартер. Бірақ ана бетте әжімдер, дақтар, қатпарлар, барлығы түсіп бара жатыр, птоз, оған мән бермейді. Басқалардың барлығы оларға бірінші орында тұрады, приоритет қояды. Сонда кезде мен оларға айтар едім, оларды сіз көрсеткіңізге батса да құдағиыңызға, оны прокатқа да алуға болады, сұрауға да болады, сестренкаңнан, подругаңнан. Ал бетіңді, кожаңды сен сұрай алмайсың. Ол сен оны 1 айда сен еш нәрсе жасай алмайсың. Жанталаса алмайсың. Жанталасуға да болады, бірақ ол уже не натурально будет и дорого будет. Поэтому дер кезінде кожамызды шешпейтінімізді 1 секундта шешпейміз, бірге жүреміз, соны ұғуымыз керек. Күтуіміз керек. Шынымен де. Оның барлығы өзіміздің қолымызда. Рахмет, Тамара ханым, қымбатты көрермен, біздің осымен сұхбатымыз аяқталды. Келесі сұхбатты күтіңіз.